Hey bärіңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен Фатима. Бүгінгі видеода біз мектепке баратын боламыз. Қазір сағат таңғы 6 болып отыр. Біз дайындалып барып болатын шығар. Басқа как мектепке баратын боламыз достар. Кәді қойдыңыз мағазында атын секілді. Солай болмай. Мақұл жақсы. Достар, прикиньте. Мен бекер таңертең сағат 6-ның кезінде тұрғанмын. Аңғарыңдар далада енді күн шығады. Ойбай, аяғым балконнан қойып кеттім. Бізде бүгін сабақ болмайды, достар. Неге деп жатқандар болса, біздің мектептің директорын соттап жібергеніне бірдеңе дейді ғой. Сөйтіп біздің мектеп жауып тастапты, достар. Мен алдымда мына квартираның адамын ұрысып қалған. Бағасын мынандай деп тұрып басқаға өзгертпекші болған шығар. Сол үшін ол бізді квартирадан қуып жібермесе болды енді. Достар, мен қазір кішкене тағы ұйықтаймын ба? Ұйықтамайтын шығар. Сондықтан кеттік. Үйден асықпай шығып, бір далада шана серуендеп қайтатын шығармыз, достар. Так, достар, ал бізде не? Бұяқ пивнушка ма немене? Типа пивнушка ма сондай бөлек. Ешін қалмақ мүмкін. Бассаң думалы адам шақыруға арналған. Так, қазір ешкім жоқ магазиндерде. Достар, бұяқта бізде ондай ешкім жоқ, себебі бізде бәрі санап службеде ма сондай бірде. Кетелік достар. Бұл бізде церковь. Бұяға кіріп көрген жоқ мен. Молитва жасайтын жер бұяқ. Бізге бұяқ келеміз, тыныштан шығып кетейік, есік жоқ. Достар, бүгінгі видеода біз өйстік қаланы аралайтын боламыз. Бізде саябақ бірдеңе деген бар ма осы аяқта? Ана квартирада қуып жіберіп жатса, басқа квартира іздеп қоюым керекпін өзім. Сондықтан қазір квартиралар іздеп қарап көрейік, достар. Так, мына квартиралар секілді. Есік жабық. Мына жақта квартиралар екен. Осы жақтан квартира алғаным ба деген ой бар, достар. Мына квартира қандай екен, достар? Мына квартира нормально, бірақ онша емес жасалған екен. Мынаны ашып көрген. Бұл да дәл солай жасалған ба, достар? Мен бәрі бірдей жасалған. Так, достар, мен айтпақшы креативный режим бар екен. Аяқтарын ашып көрейікші. Бәрі бірдей емес шығар енді. Жоқ, достар, бәрі бірдей екен. Қалай мен өзіме ыңғайлы бір
табабын. Bir тыймасын бердей экен. Так, балкону бар квартира. Эле жок. Просто балкон кичине комнаткамызын бердей экен. Так, достор, биздин балкону бөлек. Және үй бөлек турган. Квартира бар экен, үлкен. Тағы да комнаталар бар. Өте үлкен үй. Осы үйді сатып алайын достар. Бұл квартира деген енді квартира емес, сатып алатын үйлер екен. Так, қазір есіктің алдында тұрған регистрация жақта айтылған номерге звондайық. Алло, саламатсыз, мен квартира сатылады дегенге сол бойынша звондап тұрмын. Қанша сұрайсыз енді бұл квартираны? Бір жақта ше, үлкен квартираға. Жақсы. 500 доллар дедіңіз ғой? Мақұл. Жақсы. Сау болыңыз, рахмет. Регистрацияға төлейсіз дейсіз ғой? Өздері сіздің банкке салып жібере ма? Мақұл. Жақсы, сау болыңыз. Достар, біз короче осы квартираны өзімізге сатып алдық. Так, біздің карточкамыз қайда? Сатылған үйді өзіңізге белгілеп қойыңыз дейді қолданмен. Сатылмайды деп. Ладно, белгілеп қойғақ достар. Өзімізге табуға да оңай болады. Мен сонда 4-ші этаждан алып тұр екен достар. Немесе 5, жоқ 4-ші этаж достар. Қазір регистрацияға барып ақшасын төлеп қайтатын боламыз. Бұл автоматически төленіп бірдей. Такс, карточка бар, регистрация. Такс, не дейді? Намазат. Не ғой? Қаяғында тыртпағына. Так, достар. Ана кітапшам базат екен. Төленді дейді. Все, достар, мынау біздің квартирамыз. Тоқтайтын жаңа бұрын квартираның иесі сонда жатыр. Алло, не болды? 2 есе ақша төледі? Құры бер, төлемеймін ақшаны. Квартирада кетем. Саған 2 есе ақша төлегенше кетіп қалғаным жақсы, давайсың короче. Достар, айттым мен сіздерге, ана қазір бізді қуып жібереді деп квартирадан қуыласың, немесе 2 есе ақша төледі. Бүйтіп алған алдында бір шалкер полностью ақша төледі, одан кейін үстіне тұруға тағы ақша қосып 1,5 шалкер деді. Мен жоқ дедім, сосын мен 1,5 шалкерге келіспегенім үшін бұл маған өздеріңіз естігендей 2 шалкер ақша төлесін деп отыр. Сосын мен төлемеймін. Біз өзіміздің квартирамызды тауып алдық та, сол жақта барып өзіміздің үйімізге заттарымызды алып кетейік.
бізде футбольный клуб. Достарыммен қалада шатасып кеттім. Қаяқтан келгенімді ұмытып қалдым. Dostlar, мен келесі видеода осы квартираға келдік. Біз өздеріңіз көргендей, ал бұл квартирамның бүкіл заттарын алып кеттім мен. Және мына жақта бізде
кішкентай балконымыз бар, және аяқта үлкен балкон бар. Біздің аяққа өзімізге өте кішкентай болғандықтан жазда төсек қойып жатуымызға болады. Мына церковь, және мен өзім жаңа мектебіме жақын жерден алған болатынмын бұны. Бұл квартираны мен жалдаған жоқпын, сіздерге айтқанда өздеріңіз білесіздер, мен бұны полностью сатып алған болатынмын. Және ақшасын төледім. Мына жақта бізде мектеп, мына жақта көлік жуатын жер бар. Ана жақта церковь пен біздің сатып алған жаңа үйіміз. Мен бұл жақта ешкімге ақша төлеп тұрмаймыз, өзіміз білеміз. Тек светке, суға, сондай заттарға ғана ақша төлейміз. Бірақ бізде светке төлеудің қажеті жоқ. Себебі светильникті біз өзіміз қосып аламыз. Бірақ мына жақта свет жүргізілген екен, бұны үзіп тастауға келмейді, сондықтан бұған ақша төлеу тура келеді енді достар. Ал достар, сіздерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Достар, мен даусыммен бірмен қойыңыздар, айтпақшы, мен ауырып отқандықтан кеше видео шықпаған болатын болды. Каналда кеше видео шықпады, өздеріңіз білетіндей. Сол үшін кешірім сұраймын, бірақ па кешке ауырып қалған болатын бүгін. Достар, егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып кетейік. Ал сау болыңдар достар, осы видеоға 10 лайк немесе 15 лайкты жинап тастасақ болады. Сау болыңдар достар. Егер де осы видеодағы картаны ойнағыларыңыз келсе, маған комментарий жазсаңыздар болады, мен сіздерге жауап беретін боламын. Ал сау болыңдар достар.